Қайырлы күн, құрметті көрермен. Сіз кәсіп, құндылық, қоғам подкастын тыңдап отырсыз. Бұл подкаст жұмысшы мамандықтар жылына орай жоғары инженерлік технологиялық колледжінің төл туындысы. Бүгінгі подкастта біз жұмысшы мамандықтар жылының аясында жастардың жаңа келбетін қалыптастыратын еңбек адамының бейнесін насихаттайтын боламыз. Бүгінгі біздің кездесуде электроэнергетика саласының дамуына болашақта зор үлесін тигізетін жоғары инженерлік технологиялық колледжінің электрмен қамтамасыз ету мамандығының студентімен сұхбаттасатын боламыз. Әділжан Русланұлы, біздің алаңға қош келдіңіз. Жалпы электроэнергетика саласы қазіргі біздің елімізде жастардың көп бөлігінің сұранысына сай деп айта алмаймыз. Себебі көп жастарымыз осы салаға қызығушылығы төмен болып жатады. Бірақ соған қарамастан жұмысшы мамандықты таңдай отырып, сіз осы жауапкершілігі мол мамандықты не үшін таңдадыңыз? Рахмет, шақырғандарыңызға қуаныштымын. Электрмен қамтамасыз ету мамандығын таңдауымның басты себебі өмірімізге деген маңыздылығы бұл саланың. Яғни электр энергиясыз ешқандай құрылғылар, ешқандай өнеркәсіптер жұмыс жасай алмайды. Бұл саланы көбісі қиын және қауіпті деп есептейді. Шынымен де бұл мамандық үлкен жауапкершілікті талап етеді. Бірақ мені қызықтырғаны нақты нәтиже көрсететін жұмыс. Яғни жұмыс жасаған кезде, мысалға барлық әр жүйе немесе жарық жаңған кезде өз жұмысының еңбегін көресің. Мамандығымда оқудағы әрбір жаңашылдық мені одан сайын шабыттандырады, ал чемпионаттарға қатысу менің өзімнің сенімділігімді одан сайын арттырады. Әділжан, жаңа ғана өзің тілге тиіп еттің, чемпионаттарға қатысу деп. Жалпы өзіңді білеміз, биылғы жылы WorldSkills Орал өңірлік кәсіби чемпионатында электромонтаждау құзыреттілігі бойынша қатысып, жүлделі орынға ие болдың, марапатыңмен құттықтаймыз ең алдымен. Жалпы осы чемпионатқа қатысудағы артықшылық қандай? Жалпылама енді алғаш рет қатысып тұрсың. Жалпы сенің бұрынғы оқыған жаңағыдай тақырыптарың бойынша келді ма? Қандай бір тапсырмалар орындалды деген секілді, осы туралы бір толығырақ айтып өтсең. Жалпы бұл чемпионатқа қатысуым алғаш рет болып табылады. Бұл чемпионатқа дайындық 3 ай бұрын басталған болатын. Чемпионатта электрлік схемаға байланысты түрлі розеткалар, басқа да қондырғыларды орнату сияқты тапсырмалар болды. Яғни сенің оқыған мамандығың бойынша тақырыптарды сол тапсырмалардың ішінен де кездесті деген келеді ғой, Яғни бұның өзі колледждегі білім беру процесі WorldSkills технологиясына жүйелендіріп жасалынған дегенді білдіреді ғой дегенім ғой, Әділжан, енді өзің білесің, электрмен қамтамасыз ету мамандығын таңдадың. Біздің болашақ студенттеріміз бар осы мамандықты таңдамақ. Осы студенттерге қандай ақыл кеңес айтасың? Электрмен қамтамасыз ету мамандығы практикаға бағытталған мамандық, сондықтан колледжіміздің беріп жатқан мүмкіндіктерін толық пайдалануды ұсынамын. Колледждің әлеуметтік серіктестері Запказрек, Орал трансформатор зауыты сияқты ірі кәсіпорындарда, колледждің әлеуметтік серіктестері Запказрек, Орал трансформатор зауыты сияқты ірі кәсіпорындарда дуалды оқыту арқылы тәжірибе жинауға көп мүмкіндіктерін береді. Бастысы мамандыққа деген қызығушылық пен тиянақтылық болу керек. Жақсы, үлкен рахмет Әділжан. Жалпы сенің сұхбаттың арқылы электроэнергетика саласы бойынша ақпараттарды біле алдық, және біздің болашақ студенттерге деген ақыл кеңесімен бөлісіп жатырсың. Үлкен алғыс білдіреміз. Жалпы электроэнергетика саласы өте ауқымды сала және жауапкершілігі мол. Өзің айтқандай, бұл мамандыққа кіріспес бұрын әрбір болашақ студент тиянақтылықпен, жауапкершілікпен қадам басу керек деп айтып өттің. Өте құнды ақпараттар берілді. Үлкен рахмет айтамыз. Осымен құрметті көрермендер, біздің бүгінгі кәсіп, құндылық, қоғам тақырыбындағы подкастымыздың кезекті шығарылымы аяқталды. Келесі кездескенше.